Баршаңызға сәлем. Маған бұл ойды қабылдаудың өзі қиын. Белгіліктер асырап алған қазақ баласы үндеу жолдады. Белгіліктер асырап алған қазақ баласы әлеуметтік желіде парақшасында оқырмандарына үндеу жолдады. Сәлем достар, мен Қазақстанға туған жерге барғаннан кейін қазақстандық медиада шетелге бала сату мәселесі жиі талқылана бастады. Маған бұл ойды қабылдаудың өзі қиын. Өйткені мені емес, басқа баланы асырап алу керек еді. Мен жақын арада биологиялық анамды табамын деп үміттенемін, деді ол. Сондай-ақ ол анасының табылатынын шын жүрегімен сезетінін айтты. Анам табылса, өзімнің кім екенімді білсем деген арманымның алдағы уақытта орындалатынын жүрегімен сезіп жүрмін. Осы сұрақтың жауабын табу жолында үлкен іс атқарып жатқанымыз туралы айтқым келді. Менімен жасты ұлдары бар аналар ДНК тапсырса деген өтінішім бар. Маған қолдау көрсеткендеріңіз үшін рахмет. Жаңалық болса айтып отырамын, деді ол.